Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен оливье салатын дайындайтын боламыз. Бұл салатты білмейтін адам жоқ шығар, сонда да білмейтіндер үшін өз рецептімен бөлісейін деп шештім. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Және де жүрекше белгісін басып, өз достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Ең алдымен салатқа қажетті заттарымызды жуып тазалап, үстіне тұз салып және салқын су құйып қайнатуға жібереміз. Кейін қайнап піскен заттарымызды сыртынан жақсылап тазартып аламыз. Сонан соң қайнап піскен шұжығымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтап төртпіштілеп турап аламыз. Шұжықтарымызды төртпіште етіп турап алдық. Енді таза ыдысымызға салып, сонан соң суда қайнап піскен сәбізімізді де дәл солай ұсақтап төртпішілеп турап аламыз. Сәбізімізді де ұсақтап турап алдық. Енді ыдысымызға салып, ендігі кезекте картобымызды да дәл солай ұсақтап төртпішілеп турап аламыз. Барлығын біркелкі ұсақ етіп турайтын болсаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі көрінетін болады. Картобымызды да турап алдық, ыдысымызға салып, ендігі кезекте тұздалған қиярымызды турайтын боламыз. Салатқа және жасыл бұршақ, яғни зеленый горошок қоссаңыздар да болады. Менде жоқ болғандықтан қосқан жоқпын. Осылай да жасай берсеңіздер өте дәмді шығады. Ендігі кезекте жұмыртқамызды турап аламыз. Жұмыртқаны да дәл солай ұсақ етіп тураймыз. Мінекей, салатымызға қажетті барлық заттарды турап алдық. Енді дәміне қарай кішкене тұз, кішкене қарабіріш, сонан соң майонезді салып жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде сапалы майонез қолданғандарыңыз дұрыс, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Міне, осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы үйдегі бар заттардан жасалатын өте қарапайым салат. Өте дәмді және өте тойымды салаттардың бірі. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.